Алашқа сәлем, сендермен Тамир Ланс, және бұл Ланс талдауы. Былтыр Қазақстанның өз тәуелсіздігін алғанына 30 жыл толды. Сол себепті бүгін біз Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» атты өлеңмен байланысты 30 түрлі сұрақтарға жауап бере арқылы өлеңді талдайтын боламыз. Талдауды бастағаннан бұрын менің өте маңызды хабарламаны айтқым келіп тұр. Менің ойымша бұл шығарма жеңіл емес. Соған байланысты мен бірнеше қиын сұрақтарға жауап бергенде, жауаптарымның дұрыс емес болудың да мүмкіндігі бар деп айта аламын. Менің жауаптарым тек қана менің ой пікіріммен байланысты және соған назар аударту мақсатында мен мынандай жазбаны көрсететін боламын. Яғни, менің сол карточканы көрсетуім менің өз жауабымның 100% дұрыс екеніне сенімді емеспін деген сөз. Бұл талдау екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде біз 19 сұрақ, ал екіншісінде қалған 11 сұрақты талдайтын боламыз. Мен сендерге сұрақтарды табу оңғайлы болу үшін тайм-кодтарды белгіледім. Ал енді әдебиет іліміне аттанайық. Бірінші сұрақ: шығарманың жанры қандай? Шығарманың жанры өлең. Екінші сұрақ: өлеңдегі лирикалық кейіпкер кім? Автордың өзі, яғни автор шығармада өзі туралы бірінші жағынан жазады. Үшінші сұрақ: автор неліктен 6 жасар бала 6 жасында деген сөздерді қайталап тұрады? Негізі бұл өте жақсы сұрақ. Мен айтқандай, шығармадағы сөздер автордың бірінші жағынан жазылған болатын. Яғни, бұл сұрақ автор 6 жасында болғанда қандай оқиға болғанын сұрағысы келіп тұр. Біз автордың, яғни Ерлан Жүністің 1984 жылы 7 қарашада туғанын білеміз. Енді сол датаға сүйінсек, біз автордың 1990 жылы 7 қарашадан бастап 1991 жылы 7 қарашаға дейін 6 жасында болғанын білеміз. Бұл уақыт аралығы біздің ұлы еліміздің тарихындағы ең маңызды сәттердің бірі болып табылады. Бұл уақыт мерзімде Кеңес одағы ыдырай бастаған және Қазақстан өз егемендігін алуға бірте-бірте жақын бола бастаған. Біздің өлеңіміздің тақырыбы сол оқиғалармен байланысты, ал авторымыз сол оқиғалар пайда болған кезде небәрі 6 жасында ақ болған. Сол себепті өлеңде 6 жасар бала 6 жасында деген сөздер көп қолданылады. Төртінші сұрақ: өлең не туралы? Қысқаша айтқанда, қазақ елінің өз тәуелсіздігін алуы туралы және сол тәуелсіздіктің маңыздылығы туралы. Бесінші сұрақ: өлеңнің тірек сөздері қандай? Олардың мағынасын бере аласыз ба? Менің ойымша, өлеңдегі тірек сөздер осылар: елтаңба, жаңа әлем, әнұран, күннен жаралған ұл, бодандық, кісен, бұғау, құлдық, түрме бүргесі, ездік, тарих және де тәуелсіздік. Бұл тірек сөздердің барлығы да тәуелсіздікпен байланысты. Жаңа әлем белгілі бір елдің немесе халықтың тәуелсіздікті алған кезде пайда бола алады. Елтаңба мен әнұран тәуелсіздіктің белгілері ретінде санала алады. Өйткені сол мемлекеттік рәміздер көбінесе тәуелсіз мемлекеттерде ғана болады. Кез келген халықтың тарихы бар. Және біздің халқымыздың тарихына қарасақ, тәуелсіздік қазақ халқы үшін өте маңызды құндылықтардың ретінде саналған. Бодандық дегеніміз бағыныштылық. Құлдық тәуелсіздік сөзінің антонимі, яғни мағынасы жағынан қарама-қарсы сөз. Бұғау мен кісен мағыналас сөздер, және бұғау немесе кісен дегеніміз шынжырмен байланысқан білезікке ұқсас темір бұйым, және ол көбінесе қылмыскерлердің немесе құлдардың аяқ-қолына тағылады. Менің ойымша, кісен немесе бұғау құлдықтың және тәуелділіктің белгісі ретінде қолданыла алады. Бүрке ол секрет өте кішкентай жәндік және паразит. Ал түрмедегі адамдар еркіндігінен және бостандығынан айырылған адамдар. Ездік сөзінің мағынасы батылсыздық пен жігерсіздік сөздерінің мағыналарына ұқсас, яғни ездік дегеніміз қайраты мен жігері жоқ адамның түрлі жағдайларға тәуелді болуы және соған қарсы әрекет жасамауы. Ал күннен жаралған ұл дегенді мен жеке дара 16 сұрақтың жауабында түсіндіремін. Өйткені бұл фраза басқа сөздерге қарағанда қарапайым сөз емес, және оның мағынасы ешқайда жазылмаған. Бірақ мен сол фразаға қатысты өзімнің ойымды білдіремін. 6 сұрақ: өлеңдегі тірек сөздерді пайдаланып, өлеңнің идеясын қандай мақал-мәтелмен сипаттауға болады? 5 сұрақта біз сол тірек сөздерді тапқанбыз,
Енді бізге оларға қатысты мақал-мәтелдерді ғана табу керек. Мақал-мәтел кітаптарында немесе ғаламторда тәуелсіздік туралы көптеген мақал-мәтелдерді табуға болады деп ойлаймын. Алайда бұл сұраққа қатысты бір мәселе бар. Ғаламторда біз тапқан тірек сөздерден тек тәуелсіздік, құлдық және тарих туралы ғана мақал-мәтелдер табылады. Және бұл сұраққа жауап беру үшін ең маңызды критерий мақал-мәтел тәуелсіздік туралы болуы керек. Ғаламторда тірек сөздерден тәуелсіздік сөзінен басқа тірек сөздерді қамтитын мақал-мәтел өте аз. Мысалы, көктен киіз жауса да құлға ұлтырақ тимейді деген мақал-мәтелде құл деген сөз бар. Және менің ойымша бұл мақал-мәтел тәуелсіздік идеясымен байланысты. Немесе тәуелсіздік тарих тұлпарының қос тізгіні деген мақал-мәтелде тарих сөзі бар, және ол тәуелсіздік идеясымен байланысты. Ал егер біз тек қана тәуелсіздік туралы мақал-мәтел іздесек, онда біз көбірек табамыз деп ойлаймын. Мысалы, тәуелсіз елдің ұлы өжет, қызы қайратты, халқы қаһарман. Егеменді ел көрікті, бетегелі бел көрікті. Тәуелді елдің сұлтаны болғанша, тәуелсіз елдің ұлтаны бол. Азат елдің аспаны ашық, және тағы басқалар. 7-ші сұрақ, өлеңде лирикалық кейіпкердің тәуелсіздік туралы ойын білдіретін қандай сөздер табылады? Біз 5-ші сұрақтың жауабында тапқан тірек сөздерден басқа, менің ойымша, автордың тәуелсіздік туралы көзқарасын көрсететін өлең жолдары осылар деп ойлаймын. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін, жолдарды сезем, жонарқан менен мың жылдар өткен ұлы елім. Және тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым, болмысы ол ұлдың өзінен туған жарық күн. 8-ші сұрақ, бодандық, бұғау, кісен, темір шымылдық, құлдық сөздерінің синонимдерін тауып, мағынасын түсіндіре аласыз ба? Бұғау мен кісен өзара синонимдер. Құлдық пен бодандықтың синонимі бағынушылық. Шымылдық сөзінің синонимі перде. Ал енді өлеңде кездесетін өте қызық жолдарды талдайық. 9-ші сұрақ, алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда деген өлең жолының мағынасы қандай? Кейбір деректерге сүйенсек, бұл өлең жолында айтылған алып қорған Кеңес одағы. Және мен сол деректермен келесемін. Яғни, сол деректерге сүйенсек, автор алып қорғанның құлауы деп Кеңес одағының ыдырауын айтып тұр. 10-ші сұрақ, алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сейіп ғасырға деген өлең жолының мағынасы қандай? Менің ойымша, бұл жерде алып тұлғалар деп автор Қазақстанның егемендігін алуға ұмтылған және сол үшін еңбек еткен адамдарды атайды. Тұлға сөзінің баламасы қандай? Тұлға сөзінің синонимі адам немесе кісі. Осы тіркесті кімдерге қатысты қолдануға болады? Менің ойымша, алып тұлға деп көбінесе отан мен халық үшін жұмыс істейтін және өзге адамдарға пайда әкелетін ұлы кісілерді айтуға болады. 13-ші сұрақ, алып сөздерді айта алғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың деген өлең жолының мағынасы қандай? Төбел дегеніміз жануардың маңдайындағы ақтанба. Ал ат төбеліндей бұл фразеологизм, яғни тұрақты сөз тіркесі. Оның мағынасы кішкентай. Менің ойымша, автор бұл жерде ат төбеліндей халық деп қазақ халқын айтып тұр. Ал сол ат төбеліндей халықтың алып сөздерді айта алғанын көрдім деп, менің ойымша, автор қазақтардың тәуелсіздік туралы айтқан сөздері туралы айтып тұр. Келесі сұрақ, алып мүсіндер қирағанын көрдім, сылаған жаудай жебеден деген өлең жолының мағынасы қандай? Менің ойымша, бұл өте күрделі сұрақ, өйткені мен автордың сол өлең жолында не туралы жазып отырғанын нақты түсіне алмадым. Өйткені мен Қазақстанның өз егемендігін алуға жақын болған кезінде қандай мүсіндердің қиралғанын білмеймін, және ғаламтор маған ешқандай жауапты берген жоқ. Бірақ менің бір теориям бар. Қазақстан өз тәуелсіздігін ала бастаған кезде Кеңес одағы ыдырай бастаған. Соған сәйкес, мүмкін сол жылдары Кеңес одағымен байланысты тұлғаларға орнатылған мүсіндер қиралған болатын. Бірақ назар аударыңдар, бұл жай ғана теория. Нақты ақпарат емес. 15-ші сұрақ. Темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір деген өлең жолының мағынасы қандай?
Менің ойымша, теміршымылдық деп автор қазақ халқы мен қазақ елінің тәуелсіздігін алудан бұрынғы өмірді сипаттап тұр. Және теміршымылдықтың түрілгеннен кейін жас өмірдің сахнаға шығуы дегеніміз, қазақ халқы мен қазақ елінің тәуелсіздігін алғаннан кейін жаңа мүмкіндіктерді алуы, яғни Қазақстанның тарихындағы жаңа аппақ бетінің ашылуы. 16 сұрақ. Аңыз ұнаған жаралған күннен ұл жайлы деген өлең жолының мағынасы қандай? Бұл өлең жолының мағынасын түсіндіру үшін маған басқа өлең жолдарды оқу керек деп ойлаймын. Менің ойымша, егер сендер мен оқитын өлең жолдарын назар аударып тыңдасыңдар, сендер сол жолдарды жеңілірек түсіне аласыңдар. Ал енді бастай берейік. 6 жасымда жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан, сол күні жаңа әнұран айтып оралған, сол түні неге ұйықтамай маған бір аңыз айтып шыққанын, ұл жайлы күннен жаралған. Түсінбесем де тыңдаймын, онсыз да оны жесірлік салған, жасытқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы сөйлеген түнді ұқпасам да, аңыз ұнаған, жаралған күннен ұл жайлы. Деген де шығар, бодандық жайлы білмесін, сен түсін, дәуір, сонау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте ұлына бірақ айтпапты, күсен құлдық пен түрме біргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол езікті, ұстатқан қалам ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сен тарихын басқа деген тек ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін, жолдарды сезем, жонарқан менен мың жылдар өткен ұлы елім. Яғни автордың немесе Ерлан Жүністің анасы орта мектепте тарих мұғалімі болып жұмыс істеген. Және ол Қазақстанның өз егемендігін алғанға дейін қандай оқиғалар болғанын білген, және ұлы бабаларымыздың тәуелсіздікке жету үшін қанша қан мен тер төккенін білген. Мүмкін сол себепті Қазақстан тәуелсіздігіне жақындағанда, сол түні ол 6 жастағы ұлына күннен жаралған ұл туралы аңызды оқи бастаған. Автор өзі айтқандай, ол сол аңызды түсінбесе де, аңыз оған ұнаған. Енді сұрақ бізден күннен жаралған ұл туралы сұрап тұр. Бұл туралы мен ғаламторда ештеңе таба алмадым, бірақ менің сол туралы теориям бар. Мүмкін күннен жаралған ұл деп автор өзі туралы, яғни тәуелсіздік ұрпағы туралы айтып тұр. Менің солай ойлап тұрғаныма себеп өлеңдегі ең соңғы жолдар болып табылады. Тәуелсіздік мен, ол мен асқақ аңызым, болмысы ол ұлдың өзінен туған жарық күн. Мен түсінгендей, автор өзін күннің ұлы, ал тәуелсіздікті өзінің болмысы болып атайды. 17 сұрақ. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол мен асқақ аңызым, болмысы ол ұлдың өзінен туған жарық күн деген өлең жолының мағынасы қандай? Сол сұрақтың жауабын мен 16 сұрақтың жауабында айттым. 18 сұрақ. Болмыс, тек, текті, тексіз деген сөздердің мағыналары қандай? Меніңше, болмыс сөзі өте өзгеше. Оған мағыналы сөздер мән және табиғат бола алады деп ойлаймын, бірақ олардың мағыналарында үлкен айырмашылықтар бар. 19 сұрақ. Не себепті ақын тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым, болмысы ол деп өлеңді аяқтайды? Мүмкін өйткені ол тәуелсіздік ұрпағы, яғни оның жастық шағы кезінде Қазақстан тәуелсіздігін алған. Мүмкін автор соны мақтан тұтып, тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым деп өлеңді аяқтайды. Міне біз бірінші бөлімдегі ең бірінші 19 сұрақты талдағанбыз. Ал енді келесі бөлімдегі 11 сұрақтың жауаптарын көру үшін сендер бұл сілтемені қолдана аласыңдар.